Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі тақырыпта сіздерге айтқым келіп отырғаны, ол мен өзім практика жүзінде қалай акцияларды сатып аламын, соны көрсеткім келіп отыр. Мына жерде средний объем дегенге 2 миллиард, более 2 миллиард дегенді таңдап алдық. Егерде мен қымбат акцияларды сатып алғым келсе, рыночный капитализациясы жоғары, мықты компанияны сатып алғым келсе, онда мен мега дегенді таңдайтын едім. Бірақ мен қазір таңдап отырмын средний 2 миллиард деген, ол болашақта өседі, болашақта өсуі мүмкін, және де қазіргі таңда дамып келе жатқан компаниялардың акцияларын өзімнің портфелімде ұстағым келіп отыр. Өйткені маған болашақта өсетін компаниялардың акциясы қажет. Средний объем дегенге, средний объемға более 750 дегенді таңдадық, 750 мың деген таңдадым. Және маған өзіме қызықтырып отырғаны ол энергия саласы. Энергия саласының акциялары өзіме ұнап отыр. Енді мен мына жерден әрқайсына жеке-жеке көріп шығам. Мен сразу айтайын, мына оценка финансовый деген беттерді көрмеймін. Мен сразу графикке көремін, өйткені оның барлығы маған графикте анық көрініп тұр. Графиктен көріп аламыз, қай акция қанша доллар тұр. Мынау акция 10 доллар тұр, мынау 32 доллар тұр екен. Төменге түсіп, тағы да қандай акциялар бар екен көріп аламыз. Мына жерде бізге бүкіл анализдер жасалып тұр. Және SMA бойынша, SMA 50 бойынша, және де волумдарды қолданған. Карта деген бетке өтеміз. Карта деген бетте бірден көруге болады. Қай акция өсіп жатыр, қай акция түсіп жатыр. Мына жасылдардың барлығы өсіп жатқан акциялар, қызылдар минусқа кетіп жатқан акциялар. Жерде бірінші акциядан бастап ішіне кіріп көрейік. Бірінші акциядан бастап. Біз сразу нені қосып аламыз? Трейдинг вьюді қосып аламыз. Бұл жерде көріп отырсыздар ма? Мен тек қана Finviz сайтын ғана қолданып отырған жоқпын. Мен трейдинг вьюді да қолданып отырмын. Өйткені трейдинг вьюда техникалық анализдерді көремін, ал Finviz сайтында фундаменталды анализдерді көремін. Мен мына жерде бірінші тұрған компанияның атын жазайық бірінші. АМ. Бізде биржалардың ішіндегі тек сенімдісі NYSE, NASDAQ, және де қазақстандық биржаларды айтып өттім, және российский биржаларды айтып өткен едім сіздерге. Мына жерден басқаларын таңдап қоймаңыздар. Именно NYSE таңдаймыз. Бұл акция бізде 10 доллар тұр екен. Ең пигі, ең жоғарғысы 23 долларға дейін ғана өскен екен. Мен мына акцияны сатып алатын болсам, 5 штугын, немесе 10 штугын қазір сатып алып, өзімнің портфелімде ұстайтын болсам, бұдан мен небәрі 10 доллар пайда көрем. Қанша уақыт ұстасам да, өткені бұл 10 доллардан аспаған, бұның бағасы. Маған бұл компания керек емес. Келесі. Мына жерден бір мынаны көрейікші, корпорация дейді. Осыны жазамыз. Қазір бұл 25-95 доллар деп тұр екен. Көрдіңіздер ме? Мына жерден кішкене қателік кетті ме, басқаға кіріп кетті. Сосын жақсылап көріп алыңыздар, мені бірінші қалай жазу керек. Тура сол жерде көрсетілгендей жазу керек. NASDAQ деп шықты. 25-95 доллардан тұр. Ең жоғарғысы әрі кетсе 48 долларға барған екен. Әрі кетсе 48 долларға барған, бірақ қазір түсіп жатыр. Мына бір компанияны көрейікші. Менің өзімнің алған компаниямды көрсетейін сіздерге, Comstock Resource деген.
қазір $10.69 тұр екен. Тикерін тура осы жердегідей жазамыз, КРК деп. Қазір бұл компанияның акциясы $10.69 тұр. Мен мына жерден қарасаңыздар, таймфреймдер деген сабақ бар. Егер де мына жерді түсінбейтін болсаңыздар, таймфрейм деген видеоны көріп алсаңыздар болады. Мына жерде 1 минуттық, 3 минуттық, 5 минуттық. Мен қазір инвестиция жасайын деп отырғандықтан, мен трейд жасайын деп отырған жоқпын. Мен қазір инвестиция жасайын деп отырмын. Мен сол үшін месячный мен көремін, айлық көрсеткішпен көремін. Айлық көрсеткішпен көрсеңіздер, бірден ұзақ уақытқа инвестиция жасауға ыңғайлы етіп сіздерге графикті көрсетіп береді. Мына жерде самый пигі ол $450 дейін барған екен. Ол деген не деген сөз? Ол деген сөз, егер қазір $10.69 деген мына компанияның акциясы қазір акциясының өзі акциямен тұр деген сөз. Өйткені сіз осы акцияны $10.69-дан мүмкін 100 штугын аларсыз, мүмкін хотя бы ең болмағанда 10 штугын алсаңыз, мысалға $10.69-дан сіз 100 штугын алып қойған болсаңыз, егерде 100 штук акцияны алуға сіздің $1069 кетеді. $1069 кетті. Енді ол 1 штук акция $10.69-дан емес, 1 штук акциясы оның егерде $450-ға дейін көтерілген ғой кезінде, $450-ға дейін көтерілсе, сіздің алған 100 акцияңыз сізде $45.000 болады. Көрдіңіз бе, қалай пайда табуға болады? Ол үшін шыдамдылық керек. Әрине мен сіздерге айтпаймын, бүгін алдыңыз, ертең көтеріліп кетеді. Өйткені қараңыздаршы, мына жерде қаншама жылдар бойғы көрсеткіш. Мен просто бұл жерде айтып отырғаным, мысалға, бір адамда 2010 жылы 1 миллион теңгесі бар болған болса, 2013 жыл 1 миллион теңге деген өте көп ақша тұғын, өте көп ақша тұғын. Ал қазір 2023 жылы ол адам сол 1 миллион теңгені қолында ұстап отыра берсе, онда теңге құнсызданды, қазір оның 1 миллион теңгесінің құны жоғалатын еді. Ал егер де ол сол сәтте сол ақшасына инвестиция жасап, шетелдік компаниялардың, немесе қазақстандық компаниялар болсын, акциясын сатып алған болса, оның ақшасы қазір тіпті 100 еселенетін еді. Мен сіздерге қазір енді оны қай брокер арқылы алдым, соның барлығын қазір телефонда көрсететін боламын. Мына жерде телефоннан біз TraderNet деген, бұл Freedom Finance'тың российский брокер. Осы TraderNet деген приложенияға кіреміз. Сонан соң котировки деген бетте поискқа жазамыз. Мен уже жаздым КРК деп. Менде мына жерде бұның акциясын уже сатып алып қойғандықтан, мына жерде торговать деген шығып тұр. Сіздер бұл жерге купить деген кнопка мына жерде көрініп тұрады, торговать дегеннің орнында. И дальше мына жерде купить деп тұрады. Мынаны егерде шортқа кіретін болсаңыздар, продать дегенді басып кіре бересіздер. Мына жерде купить деген тұр. Мысалға 5 штук керек маған. Мен уже ақшама алып қойған 5 штук, сондықтан менде қазір мына жақта әрі қарай купить деген басылмай тұр. Егер сіздерде счеттарыңызда ақша болса, купить деген дальше басылады. Осылай купить дегенді басып сатып аламыз. Одан кейін өзіміздің портфель деген жерге барамыз. Портфель деген жерде міне менде қазір $61.49 бар. Міне мына жерде менде 5 штук $12.39-дан алынған. Мына жерде көрсетіліп тұр. Егер де сатып жіберем десеңіздер, мына жерде продать деген кнопканы басасыздар да, сатып жібере саласыздар, акцияның бағасы өскен кезде бірақ. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.